Екіншіден медиа саласында көп қызмет атқарғаннан кейін менің атымнан түрлі әлеуметтік желілерде түрлі парақшалар ашылғаны хақ. Өйткені дәлелдеп те бере аламын. TikTok желісінен 7, Instagram желісінен 11 аккаунт әлі күнге дейін Instagram желісінде тұр. Енді үлкен резонанс тудыратын жайттардың барлығы әлеуметтік желілерге жапа-тармағай шығып кеткеннен кейін көбісі менің атымнан жолданған деп жазып жатыр. Кешеде анамыз Нұрсұлтан анасына қайтыс болды деген сияқты жалған хабарлар келіп жатты. Ондайға бей-жай қарай алмаймын. Сондықтан да мен бұл аккаунтта бұл сөздерді мен жазбадым деп нық басып дөп басып айта аламын. Instagram желісі барлығы менде сол нөмірге тіркелгеннен кейін, бұғатталғаннан кейін түрлі жалған ақпараттар шыға бастады. Және де қазіргі таңда айыпталушы тараптың телеграмдағы бір видео скриншоты мүлде дәлелге сәйкес келмейді деп айтар едім. Себебі қазіргі таңда мен өзім телеграм желісіне мүлдем кіре алмаймын, және де Instagram желісіне де кіре алмаймын. Яғни сіз мына 16-шы қаңтар күні 26-шы жылы жарияланған ақпаратты сіз жариялаған жоқпын. Аккаунтын бұғатталған деп тұрсыз ғой? Иә. Оны Инстаграмдағы аккаунтты қашан аштыңыз, кім ашты, тағысынан доступтар болсын айтыңызшы. 2017 жылы ашылған Жақсыген Нежный Н деген аккаунт, және де оны жүргізуге мен және де айыпталушы тараптың Фариза Сабыралының өзінің інісі туған Мирас Сабыралы ғана кіре алатын мүмкіншілігі бар еді. Және де мен басқа телефонмен кіргеннің өзінде де сол кісі подтверждение беруге мүмкіншілігі бар еді. Және де мен Инстаграмда жиі пост салып уақыт жоқ отыруға. Себебі мен басқа да арналарым бар, TikTok арналарым бар. Кейбір кезде мен TikTokқа салған кезде басқа аккаунттарда салынады беретін дүниелерді болып тұрады. Бірақ мен көбінесе Инстаграм бұғатталғаннан кейін ешқандай кіре алмай қалдым. Сол кіре алмағаннан кейін неше түрлі посттар шыға бастады, жариялар бастады, менің атынан комментарийлер жазыла бастады деген секілді. Қазіргі таңда мен өзімнің Жақсыген Нежный Н деген парақшам әлеуметтік желіде жоқ. Ал сол мына бір комментарий жазылған уақыттарда мен ол Инстаграмды мүлде пайдаланып отырмағам. Себебі мен онда TikTok аккаунтта отырғам. Жаңа сіз айтқан ғой, ол Инстаграм аккаунтқа тағы бір адамдардың Мирас Сабыралы аккаунтқа кіре алатын. Оған қашан рұқсат бердіңіз? Ол аккаунт менің ол Инстаграмда SMM мобилограф болып жұмыс істеген менің парақшамды жүргізетін адам бұл. Ол кісінің өзі сіз кіре алатын? Кіре алады. Өзінің телефонынан кіре алады. Номермен телефон. Сол ол аккаунтқа 2 номермен 2 дейін тіркелген болсын ба? 2 номер тіркеледі, өйткені Facebook пен аккаунт, Facebook Сабыралы Мирастың аккаунтына тіркелген, ал номер менің атыма тіркелген. Ал енді подтверждение беру үшін басқа телефоннан мен Жақсыген Нежный Н парақшасын телефонмен қолдану үшін аккаунтты подтверждение Мирас беруге болатын. Мирас кіре алатын, мүмкіндігі болды. Сол кезде де жәбірленушінің туған Мирас мобилографыңыз өз жұмысын тоқтатты ма? Өз жұмысын тоқтатты, бірақ барлығын біле алатын. Өйткені паролінде, Инстаграмның паролінде барлығын біле алатын. Сіз өзіңіз айтпақшы, 1,5 миллиондық Инстаграм парақшаңыз бар, TikTok желісінде көптеген оқырмандарыңыз бар. Қалайша сіз әйеліңізбен ажырасып тұрып, оның туған інісіне өзіңіздің жеке деректеріңізді, парольдарыңызды қайтарып бере салдыңыз? Себебі менде үш аккаунтта 3 түрлі пароль еді. Сондықтан да қазір менде бір шабуыл жасалмағандықтан Инстаграмнан ондай кезде үлкен бір хейт кетпегендіктен мен қатты басты назар аудармадым. Өйткені мен өзім қолданып жүрген едім аккаунтты. Кейбір кезде кейбір оқиғалар болды, басқа аккаунтпен кіріп бір бұғатталған кезде подтверждениені берші деп сұраған кездерім болды. Жәбірленуші айтыңызшы, боди массаж жасайды деген телеграм арқылы берді ғой, жарнама. Қай кезде болды сол? Датасын айтып жіберіңізші. 2026 жылдың январдың 1-і болды. 16 январ болды. 16 январ ол бірінші емес қой, бұл ең соңындағы, ең соңында сізге жасалған. Телеграм бойынша осында жарнама берілді,